Сәлем достар, бүгін ерекше торттың рецебімен бөлісемін. Афганский Наполеон дейтін, кәдімгі Наполеоннан айырмашылығы бар. Өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына шейін бірге болыңыздар. Слоеный тестаға ұн, сары май, жұмыртқа, салқын су, уксус, тұз керек болады. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа, су, тұз, уксусты салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Сары майымыз міндетті түрде холодильниктен шыққан мұздай болу керек. Осылай үккіштен өткізіп аламыз. 12-ін жақсылап араластырып болғаннан кейін дайын тұрған сұйықтығымызды құйып, қамыр біріккенше араластырамыз. Қатты көп илеуге болмайды. Құрамындағы май еріп кетсе, қамыр қатайып қалады. Басы біріксе болды. Қамырды полностью біріктіріп алғаннан кейін 8 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігі 116 граммнан шықты менде. Бөліп, домалақтап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр өз-өзіне келу керек. Меренгісіне жұмыртқаның ағы, жаңғақ, крахмал, қант, лимонный кислота керек болады. Жаңғақ пен крахмалды блендерлеп аламыз. Крахмал қосқан себебім жаңғақтың майлығын өзіне тартып алады. Майда болғанша блендерлеп аламыз. Осындай майда болу керек. Жұмыртқаның ағы міндетті түрде комнатный температурада болу керек. Бірінші көпіршітіп аламыз миксермен, сонымен аз-аздан қантын салып отырып, масса өз-өзін ұстағанша миксерлейміз. 7-8 минуттай уақытым кетті менің. Лимонный кислотаны салып, тағы 2 минуттай миксерлейміз. Соңында жаңғағын қосып, араластырып дайындап аламыз. Пергаментный бумаганы алдын ала осылай кесіп дайындап алдым. Қамырымызды бір-біреулеп жайып шығамыз. Бұл жерде 8 ұштық корж шығады. 8 ұштықтың жетеуіне безені жағамыз. 8-ін ішіне безе жақпаймыз. Торттың ең үстіне тұратын коржда безе болмайды. 21 сантиметрлік формамен осылай кесіп алдым. Жан жағында қамырдың барлығын біріктіріп, 9-шы корж жасаймыз. Торт сәндеу үшін керек болады. Үстіне 2 ас қасық толтырып безені құйып шығамыз. Жақсылап жағамыз. Жаққанда да жан-жағына жеткізбеңіздер. Жан-жағына жеткізіп жақсаңыздар, пісіп атқанда сыртына ақып кетеді. Қызып тұрған 160 градус температурада печкеде 20 минут пісіріп аламыз қызарғанша. Соңғы қамырымды жайып, оны да пісіріп алдым. Корждарымыз жұмсақ болып піседі. Креміне комнатный температурадағы сары май, творожный сыр, вареный сгущенка керек болады. Ескере кететін жағдай, барлығы бір бөлме температурасында болу керек. Біреуі салқын, біреуі мұздай болса, креміміз іріп кетеді. Бірінші сары майды миксерлеп алдым. Вареный сгущенканы салып, оны да миксерлейміз. Соңында творожный сырды салып, миксерлейміз. Өте дәмді крем шығады. Кез келген тортқа қолдана берсеңіздер болады. Дәмі керемет болып шығады кремнің. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші корж, 1,5 қасықтай крем салдым арасына. Корж, крем қып, тортымызды жинап шығамыз. Айта кететін бір жағдай, бұл жаңадан ашылған канал, тіркеліп кетіңіздер. Қазақша футблогқа кішкене болсын үлестеріңізді қосып, тіркеліп алыңыздар. Үнемі жаңа рецепт салып отырамын. Соңында өзінен қалған кремді салып, жақсылап жан-жағына жағып шығамыз. 9-шы коржды қолдарыңызбен жақсылап езіп аламыз осылай. Үстіне сәндігіне сүйіп шығамыз. Міндетті түрде холодильникте 2-3 сағат тұру керек. Торт сіңу керек кремі. Сонымен афганский Наполеонымыз дайын болды. Ас болсын міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнаса лүпіл басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.